Арада 15 жыл өтті. Айша мен Нұрлан бақытты ғұмыр кешіп жатыр еді. Балалары ер жетіп, әрқайсысы өз өмір жолын тапқан еді. Сол күні бүкіл әулет ерекше қуанышқа бөленді. Айымның ұзату тойы болатын. Қаладағы ең сәнді мейрамханалардың бірі безендіріліп, қонақтар бірінен соң бірі келе бастады. Дастархандар ұлттық тағамдарға толып, күй күмбірлеп тойдың сәні кірді. Айша қызының ақ көйлегін түзеп тұрып, көзіне ерекше жас алды. Бақытты бол қызым, сен ешқашан мен көрген қиындықты көрмеші деп ақ батасын берген еді. Айым анасын құшақтап, сіздей анам болған менің ең үлкен бақытым деді. Той қыза түсті. Қонақтар ән айтып жатып, жастар би билеп жатыр еді. Айша сыртқа бір сәт таза ауа жұту үшін шыққан еді. Мейрамхана қақпасының сыртында бірнеше мұқтаж адам тойдан қалған асқа үміттеніп тұрғанын көрді. Олардың арасында үстіндегі киімі жыртық, шашы ағарып кеткен бір қария көзге түсті. Әлгі адам басын көтергенде Айшаның жүрегі дүрс ете қалды. Оның жүзі таныс еді. Бұл Ержан болатын. Бір кездері өзін қорлап үйінен қуып шыққан адам. Ержан да Айшаны танып қалды. Ол қалтырай басып жақындады да аяқ астынан тізіле құлап, Айша, мені кешірші деді. Айша үнсіз тұрды. Жүрегінде кек те ашу да жоқ еді. Тек өткен өмірдің ауыр елесі ғана қайта оралғандай болды. Ержан көз жасына ерік беріп, мен бәрінен айырылдым, үйімнен де, байлығымнан да, денсаулығымнан да, жасаған қателігім үшін де күнде өзімді жазғырамын. Өмірімнің соңына дейін осы өкінішпен өтетін шығармын. Бірақ сенен кешірім сұрамай кетсем, жаным тыныштық таппайды деді. Айша оған ұзақ қарап тұрды. Бір кездері өз өмірін тозаққа айналдырған адамның бүгін осындай күйге түскеніне сенер-сенбесін білмеді. Бірақ ол енді бұрынғы әлсіз Айша емес еді. Ол жүрегінде кешірімді сақтай білген, бақытын тапқан жан болатын. Сол сәтте ол баяу ғана тіл қатты. Ержан, мен саған баяғыда ақ ренішімді кешіргенмін. Өткені кекті жүректе сақтау өзіңді жазалау. Бірақ өткенді ешкім қайтара алмайды. Ержан үнсіз басын төмен түсірді. Ал Айша артына бұрылып, қызының қуанышқа толы тойына қарай беттеді. Оның өміріндегі ең ауыр кезең мәңгі артта қалған еді. Ержан тізерлеп отырып, көз жасын тыя алмады. Бір кезде өзін мықты, бәрінен үстем санаған адамнан енді тек әбден қашыған, өмірден таяқ жеген қария ғана қалған еді. Айша, мен саған өте көп қиянат жасадым, сенің қадіріңді тірі күнімде түсінбедім. Қазір соның бәрі үшін күнде өкінемін деді ол дірілдеген дауыспен. Айша үнсіз тыңдап тұрды. Ержан ауыр күрсініп өткен өмірін баяндады. Сен кеткеннен кейін үйіміздің берекесі кетті. Екінші әйелім тек бізді байлық үшін пайдаланған екен. Ол ешқашан бала көтермеді. Кейін барлық ақшамызды алып басқа біреумен қашып кетті. Анам да өмірінің соңына дейін қатты қиналды. Ауруға шалдығып, төсек тартып қалды. Сол кезде ғана екеуміз саған қаншалықты әділетсіздік жасағанымызды түсіндік, бірақ бәрі кеш еді. Мен де сырқаттанып жұмысқа жарамай қалдым. Үйімді қарызға беріп, ақыры бәрінен айырылдым. Қазір ешкімім жоқ. Ержан басын төмен салды. Мен сенен ақша сұрап келген жоқпын. Тек жүрегім жеңілдеу үшін кешіріміңді естігім келді. Айшара терең демалды да, жылдар бұрынғы жаралары әлде қашан жазылған еді. Ол Ержанға сабырмен қарап, мен сені баяғыда кешіргенмін, бірақ кешірім өткенді өзгертпейді. Әр адам өз ісінің жауапкершілігін өзі көтереді, деп ғана қойды. Бүгін менің қызымның қуанышты күні, сондықтан осы тойды мұңға айналдырмайық. Айша даяшыны шақырып, ана кісіге ыстық тамақ беріңіздер, таза киіммен жолға жететіндей қаражатта дайындаңыздар деді. Даяшы басын изеп тапсырманы орындауға асықты. Ержан көз жасын сүртіп, рахмет, сенің жүрегіңнің кеңдігін енді ғана түсіндім деді. Айша ештеңе демеді. Ол жай ғана басын изеп мейрамханаға қарай қайта кірді.
іштен қызының күлкісі мен домбыраның үні естіліп тұрды. Айша өткен өмірінің есігін мәңгілікке жапқанын сезді. Ал ержан қолындағы асын құшақтап баяу ғана қараңғылыққа қарай бет алды. Ал бұл кездесудің өз өміріндегі соңғы үміт сәулесі болғанын жүрегіммен түсіндім. Айшамен кездескеннен кейін ержан ұзақ уақыт бойы үнсіз жүрді. Ол қолына ұстатқан ыстық тамақты жеп, таза киімін киіп, қаладағы қарттар үйіне орналасты. Бірақ денсаулығы күн сайын нашарлай берді. Дәрігерлер оның өкпе дерті асқынып кеткенін айтты. Бір айдан кейін ержан бұл дүниемен үнсіз қоштасты. Өлерінің алдында ол Айша мені кешіргенің үшін рахмет деген соңғы сөзін айтыпты. Бұл хабарды Айша бірнеше күннен кейін естіді. Ол үнсіз ғана дұға оқып, марқұмның рухына Алладан рахым тіледі. Жүрегінде тек те өкініш те қалған жоқ еді. Өйткені ол баяғыда-ақ өткен өмірдің ауыр жүгін жүрегінен алып тастаған. Жылдар өте берді. Нұрлан екеуі немерелерінің шат күлкісін тыңдап берекелі ғұмыр кешті. Үйлерінің есігі әрдайым қонаққа ашық болатын. Дастарханның ыстық наны иісі үзілмейтін. Айша да әлі өз қолмен таңдырға нан жабатын. Әр жолы таңдырдың жалынына қарап тұрып, өткен өмірін еске алатын. Бір кездері осы оттың қасында көз жасын төгіп тұрған жас келін еді. Бүгінде сол от оның шаңырағының жылуы мен берекесінің белгісіне айналған. Бір күні немересі: «Әже, сіздің наныңыз неге сонша дәмді?» деп сұрады. Айша күлімсіреп: «Балам, нанның дәмі ұнда емес, ол адамның ниетінде. Жүректе мейірім болса, пісірген наның да тәтті болады» деді. Сол сөзді естіген балалар үнсіз бас изеді. Айша өмірден бір үлкен сабақ алған еді. Адамды бақытты ететін байлық емес, кек те емес, шынайы бақыт жүрегіңді қараңғылықтан сақтап, қандай сынақ болса да адамдық қасиетіңді жоғалтпау. Кешірім әлсіздіктің емес, рухтың мықтылығының белгісі. Ал тағдыр адамның жасаған ісіне өз уақытында жауап береді. Сол кеште таңдардан жаңа піскен нанның хош иісі бүкіл аулаға тарады. Балалары мен немерелері дастархан басына жиналды. Нұрлан Айшаға қарап жымиып: «Сен біздің үйге тек береке емес, өмірдің шынайы жылуын алып келдің» деді. Айша үнсіз күлімсіреді. Таңдардағы жалын баяу маздап тұрды. Ол жалын енді өткеннің азабын емес, жаңа өмірдің үміті мен отбасының бақытының символына айналған еді. Бұл оқиғаның негізгі ойы: адамды құтқаратын нәрсе кек емес, кешірім. Ал ең ауыр сынақтан кейін де жүрегінде мейірімді жоғалтпаған жан түбінде өз бақытына жетеді.